Барлықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менің мама папам Нью-Йоркқа кетіп қалды, ал мен болсам Лондонда өзім жалғыз қалдым. Мен бүгін негізі мектепке барайын дегенмін, просто қалғым келді мектептен. Вот, ішім пысып кетті, не істесем болады? Телевизорды қосып көрейінші, не бар екен? Не деп жатыр? Сәлеметсіздер ме, құрметті қала тұрғындары? Сіздерге ескерту. Біздің қаламызда Лондонда бір зұлым клоун пайда болды. Сіздер ол клоуннан аулақ жүргендеріңізді қалаймыз. Өлі? Қандай клоун тағы? Өтірік шығар ей. Сенбеймін да. Еще да ашықпай қойын өртейді ғой. Бізді, конечно, өтірік алдырып жатыр да. Біз сіздердің біздің айтқан сақтық шараларының не істегенін орындағанын қалаймыз. Өлі, ана журналист қыздың қашып кеткенін. Жынды екен ғой таза. Әй, кеттім, қойш, жатам, түн болып қапты ғой. Светтерді өшіріп. Екінші этажға барайын. Өзімнің бөлмем ұнамайды. Одан да мама папам бөлмесіне өріп жатып көрейінші. Кайф шығар мама папамның төсектері. Кім мынау? Перделер жоқ қойын. Қорқынышты екен. Мынау кім болды бағанағы? Аш есікті әптесе өлтірем. Қорқамын. Мама папаға звондап көрейін. Мынау шынымен болып жатыр ғой. Алло, мам, пап. Алло, мам. Қайдасың? Қорқам мен сенен. Қашам деп ойлайсың ба? Скейтбордтан. Мен қашам деп ойладың ба? Қайда? Достар, сіздер жаңалықтарды көрдіңіздер ме? Мен жаңалықтарды көрдім. Клоун негізі шынымен. Ол ар жақта жүр. Мен оны көрдім. Сәлем. Мәссаған ба? Не болып жатыр? Мен қорқам, мен шатырда құлап бара жатырмын. Ей, кімсің? Түспей оған. Ей. Клоун маньяк сияқты, достар, мен қорқып жатырмын. Өзім үйіме тап болайын. Қазір ол мені көрмейтін шығар деген ойдамын. Так, мақымның үйге барып көрейін. Ол қайда екен? Мен қорқып тұрмын. Барып көрейік. Мен тезіреді өз үйіме тап болуым керекпін. Мен қорқып жатырмын, достар. Ол қазір мына жаққа келе жатқан сияқты. Қайда екен мынаның адамы? Қайда жүр екен? Мен қорқып жатырмын, достар. Так. Сен көпсің. Мен саған тиіспеймін. Қорқып жатырмын, достар. Что-то ол маған жақындап қалған сияқты. Или ол біреулерді өлтіріп жүр. Достар, ол кеткен сияқты менің ойымша. Мен өз үйіме тап болу керекпін. Сәлем. Сен кімсің? Мен
клоунмын. Мен телепатия жасай салайын достар, мен жүргенде. Немесе сен жаңалықтарды көрмедің ба? Мен қорқамын достар. Мен қорқып жатырмын. Так, мен сезіп тұрмын. Мен тығылып. Ана ақ үйде біреу бір адам бар сияқты. Қыз. Бір. Тағы тығыламын. Есігін құлта қойды. Мен грамота деп ойлаймын. Мен қазір мына жерге кірем да осы жерге тұрамын. Сөйтіп, мен тез арада қашып кетем басқа біреудің үйіне. Ол клоун мені не деп ойлайды екен? Мені аңқау деп ойлай ма? Жаңалықтардың бәрін көрдім, естідім. Мен бірақ қорқып жатырмын. Ұшатын дым да жоқ төбеге, крышаға барайын десем. Ұшамаймын да. Енді ата-анама звондайын десем алмай жатыр. Мә достар, комментарий жазып кетіңіздер, не істесем болады. Сәлем. Дауысы шықты. Қайда кетті? Қайда жүр екен? Сәлем, сұлуғыз. Мен қорқып жатырмын достар. Сұлуғыз, мен сені көріп тұрмын. Достар, мен қорқам. Мен сені көріп тұрмын. Қорықпа. Қорқып жатқаның көріне. Менің досымды қайдан естіп тұр? Әрине, енді естімегенде. Адамдардың бәрін өлтіріп жүргеніне. Мен мына үйге тез барып, қашып кету керекпін. Ой, сен кімсің? Сәлем. Мен қорқамын. Сәлем. Достар, мына үйге кішкентай болып кіргенде давайте. Сен кімсің? Мен анау бір қыз Аружан деген қызға келіп едім мына үйге. Бұл Аружан жоқ. Достар, мен крошечный болдым да, ана жерге тығылып қалдым. Мен қатты қорқып тұрмын что-то. Қорқып тұрғандар не мен естімеді деп ойлайсың бәлки? Мынаның дауысы қатты жарқын. үйіңдесің бе әлде даладасың ба? Достар, сіздер қорқып жатырсыздар ма? Комментарий жазып кетіңіздер, мен қатты қорқып жатырмын. Кіремін. Мә достар, қайда жүр екен, мен қорқып жатырмын. Мен сенің үйіңдемін. Ойбай, мынау қыз кім тағы? Мен сенің Мен кету керекпін тез-тізірді. Мә саған мен не істеймін достар енді? өзімнің фонаріңді алып жағылмысың. Тым көрінбейді десе. Достар, мен андай жерге келдім. Ол мені көрмейді деген ойдамын. Потому что мен көрінбейтін жерге келдім. Мен мына жерге қазір Қайда екен? осылай есеп алу керекпін. Ол мені көрмейді, короче, достар. Бірақ мына Сені жерге естіп тұрмын, даже көріп жатырмын. Алыстан құлағын естімейді деп ойлайсың ба? ол келе жатқан сияқты. Мен сенің қайда екеніңді білмеймін. Бірақ та сенің даусыңды естіп тұрмын. Сол үшін үндемей отырсам, миымды ашытып жібердің. Ол мені сонда көріп. Мен сені көріп тұрған жоқпын, сасқалақтаман бұдан. Бірақ та қайда екеніңді көріп тұрмын. Мен сені көрмейді деп ойлайсың ба? Қашсам. Мен тез жүгіремін, сен мені қаша аласың ба? Достар, мен қашып бара жатырмын. Ол мені артына қуалап келе жатыр. Мен сені ұстап алам. Танады қатты ғой. Что-то. Кім? Мама папам келген сияқты. Айтпақшы, кешегі түсім жаман болды ғой, я достар. Мама папам келген сияқты. Кешегі түсім шынымен болды ма деп ойлап қалсам ше. Светті жақып көрген қазір. Сәлем. Достар, мен қорқам. Аша ғой есімді айтсы өлтіріп кетем. Жоқ. Аш. Жоқ.
Ал достар, сіздерге біздің видео ұнады ма? Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл видеоның екінші часті болады. Бұл злум, клоун мені қуалады. Бұл менің түсім болып шықты. Еще, достар, еще ол түсім емес, шын өмірде де болды. Может, бұны... может, менің ата-анам пранк жасап тұрған шығар, или бұл шынымен болған шығар, оны келесі частьта білетін боламыз. Ал сіздермен болған қазақша Roblox, и всем пока!